Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен екінші дәріс тақырыбы жер және жер қоспалары, өсімдіктерді отырғызу, көшіріп отырғызу және ауыстыру ұсынылады. Дәрістің мақсаты бөлме өсімдіктерін отырғызу үшін топырақты дайындау және топырақ қоспаларын жасау процесімен танысу, жабық топырақты өсімдіктерді отырғызу, көшіріп отырғызу және ауыстыру дағдыларын игеру. Түрлі тіршілік формаларындағы жердің түрлі аймақтарына және топырақ жағдайына түрлі талаптары бар өсімдіктер өсіріледі. Жабық топырақтағы өсімдіктерге арналған жер қоспаларын жасау кезінде келесі факторлар ескеріледі. Тамыр мен қоректенудің өте шектеулі көлемі және қоректік заттардың тамырлармен тез сіңуі бұл жердің тозуына, солуына әкеледі. Әрбір гүл немесе гүлдер тобы үшін алдын ала дайындалған топырақтың қоспалары жасалады. Жасанды түрде жасалған жер қоспасында оңай сіңетін түрде жеткілікті қоректік заттар болуы керек, ауа мен судың жақсы өткізуі және белгілі бір топырақ реакциясы болуы керек. Жабық топырақ өсімдіктеріне арналған жер қоспаларының негізгі компоненттері тым жеңіл және ауыр, қара шірікті, көн жапырақты, шымтезекті, аршалы, қылқан жапырақты жер, сондай-ақ компост, ірі түйіршікті өзен құмы, мүк, ағаш жаңғалы жер, ағаш көмірі. Өсімдіктердің түрлі топтарына арналған топырақ қоспасы жеке компоненттерден дайындалады. Қоспалар олардағы шым жерінің сипаты мен мөлшеріне байланысты жеңіл, орташа және ауыр болуы мүмкін. Компоненттердің арақатынасы орташа және шамамен беріледі. Ауыр топырақ қоспасы сазды шымды 5 бөліктен көлемі бойынша бір бөлік жапырақты, бір бөлік көн қара шірінді жерден, 2 бөлік өзен құмынан тұрады. Ауыр жерге майлы немесе қалың тамырлары бар өсімдіктер, сондай-ақ пальмалар, 5-6 жастан кейін аукубалар, лавр, алоэ, агава, кипарис, шырмауық және басқалары сияқты ересек көбелек үлгілері отырғызылады. Орташа топырақ қоспасы сазды шымды 2 бөліктен, 2 бөлік жапырақты жер, 2 бөлік көн қара шірікті немесе 2 бөлік шымтезек және 1 бөлік аршалы және 1 бөлік өзен құмынан тұрады. Онда амаралиссис, бөлме жасмині, кливия, фикус, драценалар, аспидистра және басқалары өсіріледі. Жеңіл топырақ қоспасы жапырақты 3 бөліктен 1 бөлік қара шірікті, 1 бөлік жеңіл шым жерден және 1 бөлік өзен құмынан тұрады. Жеңіл топырақты жұқа тамыр жүйесі бар өсімдіктер, сондай-ақ бегония, ахименес, фиттония, глоксиния, пиперомия және басқалар сияқты нәзік және ұсақ түрлер өсіріледі. Орхидеялар, эпифиттер, сондай-ақ кактустар сияқты өсімдіктер үшін мамандандырылған жер қоспаларын дайындайды. Өсімдікті өсірудің сәттілігін анықтайтын маңызды фактор топырақтың қышқылдылығы болып табылады. Көптеген гүлді өсімдіктер үшін аздап қышқыл немесе бейтарап топырақ қоспасы оңтайлы болып табылады. pH 4-5 болатын жер папоротниктерге, азалиялар мен камелияларға, барлық бромелийлерге, раукарияларға жарамды. pH 5-5,5 болатын жер аглаонема, алоказия, бегония, бальзамиттер, дифенбахия, калатея, филодендрондар, спатифилумдар, синполия және басқа да көптеген өсімдіктерді өсіруге жарамды. Аздап қышқыл топырақ pH 5,5-6,5, абутилон, гемантус, гибискус, генура, сансевиера, фикустар, драценалар, аукуба, аспидистра, цитрус жемістерін қажет етеді. Отырғызу дегеніміз өсіп келе жатқан тұқымдардан, тамырланған қалемшелерден, кішкентай түйірдендер және тағы басқа жас өсімдіктерді өсірудің басталуы. Отырғызу арналған ыдыстардың өлшемі тамыр жүйесінің даму дәрежесіне және осы түрдің ерекшеліктеріне байланысты. Көшіріп отырғызу қыш құмырада өсетін кез келген өсімдікке күтім жасаудың маңызды шарттарының бірі. Көшіріп отырғызулар тұрақты болуы керек және тамыр жүйесінің ғана емес, бүкіл өсімдіктің қалыпты дамуы үшін қажет. Өсімдіктерді көшіріп отырғызудың себептері: біріншіден, жер кесегінің тамырлармен өрілуі, екіншіден, жер қоспасындағы қоректік заттардың сарқылуы, үшіншіден, қатты сумен суару салдарынан топырақтың тығыздалуы және қышқылдануы,
Нәтижесінде топырақта кальций тұздары жиналады. Төртіншіден, жер құрттары мен басқа зиянкестердің пайда болуы. Жас және тез өсетін өсімдіктер жыл сайын ересектер мен баяу өсетін өсімдіктер 2-3 жылда бір рет көшіріп отырғызады. Ірі көбелек өсімдіктері 4-5 жылдан кейін көшіріп отырғызады. Көптеген бөлме өсімдіктерді көшіріп отырғыздың ең жақсы уақыты ақпан айының ортасынан сәуірге дейін, яғни өсімдіктер өсе бастағанға дейін. Көшіріп отырғызу шілде-тамыз айларында, көктемгі өсу аяқталған кезде де мүмкін болады. Күзде көшіріп отырғызу ұсынылмайды, өйткені қыс мезгілінде тамырлар нығайып үлгермейді, бұл олардың шіруіне әкелуі мүмкін. Көктемде гүлдейтін өсімдіктер гүлденуден кейін, баданалар, жапырақтар сарғайып өлгеннен кейін көшіріп отырғызады. Өсімдік көшіріп отырғызылған қыш құмыраның өлшемі тамыр жүйесінің өлшеміне сәйкес таңдалады. Ол диаметрі бойынша алдыңғысынан 2-5 см артық болуы керек. Нашар дамыған немесе шіріген тамыр жүйесі бар өсімдіктер үшін тамырлар бұрынғы өлшемдерде қалдырылады, ал ауру тамырлары кесу кезінде қыш құмыралар диаметрі бойынша одан да аз 2-4 см болуы мүмкін. Көшіріп отырғызуда суарудан кейін бірден, сондай-ақ өсімдік оған мұқтаж болған кезде жасауға болмайды. Әдетте суарудан кейінгі күні көшіріп отырғызылады. Көшіріп отырғызу тез жасалуы керек, осылайша ашық ұсақ тамырлар мен тамыр түктері кеуіп кетпейді. Барлық ескі жерді ауыстыратын өсімдіктерді көшіріп отырғызумен қатар ауыстыру да қолданылады. Онда кесек бұзылмайды және өсімдік жаңа жер қосылған үлкен ыдысқа ауыстырылады. Ол өсімдікті жеткілікті қоректік заттармен қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады. Әдетте тез өсетін қыш құмырасында өсімдіктер ауыстыруға жатады. Өсімдіктер оны өте оңай көтереді. Пальмаларда тамырларын ашпау немесе зақымдамау үшін өте сақтылықты сақтай отырып, әрқашан тек ауыстырады. Ыдыс алдыңғыдан 1-2 см үлкен болу керек. Ауыстыруды көктем мен жазда жасауға болады. Үлкен қыш құмыраларда, мысалы күбілерде өсірілген өте ірі үлгілер үшін жер қоспасының жоғары қабатын ауыстыру қолданылады. Назарларыңызға рахмет.